Баршаңа қайырлы күн достар, сендермен ағылшын мектеп арнасы. Бүгінгі сабақта this is және it is жайлы өте қарапайым, жеңіл түрде түсіндіріп беретін боламын. Сөйлемдерде қай кезде this is және қай кезде it is қоямын деп әліге дейін түсінбей жүрген болсаң, онда видеоны соңына дейін қара және сен бұдан былай ойланбастан сенімді түрде this is бен it is'ді 100% дұрыс қолданатын боласың. Сабақ басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Алда көптеген өте пайдалы сабақтар болады. This is бұл. This is'ді біз алдымызда тұрған бір затты немесе бір кісіні саусағымызбен міне дегендей көрсеткен кезде қолданамыз. Яғни, this is бұл біздің дәл алдымызда тұрған нәрсені біреуге көрсеткенде қолданылады. This is. This is. Және де біз бір кісіні біреумен таныстырған кезде немесе бір зат туралы бірінші рет енді айтып бастағанда да қолдана аламыз. Мысалы, сен бір досыңды анаңмен таныстырайын деп жатсың. Ол кезде This is my friend деп айтасың. This is my friend. This is дегеніміз бұл дегенді білдіреді. This is my friend. Бұл менің досым. Және сол сияқты мысал келтірейік. This is my mother. Бұл менің анам. This is my mother. Келесі. This is my brother. Бұл менің ағам. This is my brother. Келесі. This is my wife. Бұл менің әйелім. This is my wife. Және де сен досыңа ауылыңды таныстырайын деп жатырсың деп ойла. Мысалы, өзің досыңа бұл біздің мектеп деп айтатын болсақ. This is our school. This is our school. Бұл біздің мектеп. This is'ді жақсырақ түсіну үшін бір нәрсені саусақпен көрсетіп тұрғандай айтасың, бірақ саусақ арқылы емес, this is деген сөз арқылы айтасың. This is. Бұл. Ал енді өзің айтып көр. Бұл менің үйім деп айтып көр. Бұл менің үйім. This is my house. Жарайсың. This is my house. Ал енді бұл менің көлігім деп айтып көр. Бұл менің көлігім. This is my car. This is my car. Бұл менің көлігім. Сонымен, this is дегеніміз бір кісіге, бір адамды және алдыңдағы затты біреуге таныстырған кезде және де бір нәрсе жайлы бірінші рет айтқан кезде, яғни енді айтып бастағанда this is деп қолданасың. Мына сөйлемді өзің айтып көр. Мысалы, қара, бұл менің досым Бекзат. Бұл менің досым Бекзат. This is my friend Бекзат. This is my friend Бекзат. Excellent, жарайсың. Ал енді, бұл менің сүйікті кітабым деп айтып көр. Бұл менің сүйікті кітабым. Сүйікті дегеніміз favorite деп айтылады. Бұл менің сүйікті кітабым. This is my favorite book. This is my favorite book. Бұл менің сүйікті кітабым. Great, тамаша. Ал енді it is дегеніміз не және this is'ден қандай айырмашылықтары бар? It is дегеніміз де бұл деген мағынаны білдіреді. It is'ді біз бір зат жайлы алдын айтып қойып және тағы да сол зат туралы айтатын кезде қолданамыз. Яғни, сенің айтып жатқан нәрсеңді уже ол адам біліп тұр деген сөз, және сен ол зат жайлы тағы да әрі қарай әңгіме қозғаған келсе,
it is'ді қолданасың. Мысалы, сен досыңа жаңа өзіңнің мектебіңді таныстырдың. This is our school. Бұл біздің мектебіміз. Және де сен әрі қарай сол мектеп туралы әңгіме айтатын кезде міндетті түрде it is деп қолданасың. Мысалы, it is so beautiful. It is so beautiful. Бұл сондай әдемі. It is деп сен мектепті айтып тұрсың. This is our school. It is so beautiful. Бұл біздің мектебіміз, ол сондай әдемі. Және де сен өзіңнің көлігімен таныстырдың досыңды. Мысалы, this is my car. This is my car. Бұл менің көлігім. Және ол досың, бұл сондай күшті деп айтуы мүмкін. Мысалы, it is so cool. It is so cool. Бұл сондай күшті. It дегеніміз бұл деп қолданылғанымен тағы бір мағынасы бар. Ол деп те қолданылады, тек затқа, ауа райына немесе оқиғаға байланысты айтқан кезде қолданылады. Тек адамдарға жайлы айтқан кезде it мүлдем қолданылмайды. Мысалы, саған досың өзінің университетімен таныстырды. Айталық, this is my university. This is my university. Бұл менің университетім. Және сен оған былай деп айтсаң болады. It is so big. It is so big. Ол сондай үлкен. Тағы да бір айырмашылығы. Мысалы, this is a cat. This is a cat. Бұл мысық. Саған мысығы жайлы бірінші рет айтты, демек сен оның мысығы бар екенін біліп тұрсың. Енді сен оған сол мысық туралы әңгіме айтатын кезде it'ті қолданып айтасың. Мысалы, ол сондай әдемі және сүйкімді деп айтсаң болады. It is so beautiful and cute. It is so beautiful and cute. Ол сондай әдемі және сүйкімді. Тағы бір мысал келтірейік. Сен жаңа велосипед сатып алдың, енді оны досыңа айтасың. Мысалы, this is my new bike. This is my new bike. Бұл менің жаңа велосипедім. Және ол жайлы досың білді. Енді сол туралы it is'ді қолдану арқылы әңгімені құрастыруға болады. Мысалы, it is very expensive. It is very expensive. Бұл өте қымбат. This is my new bike. It is very expensive. Бұл менің жаңа велосипедім. Және бұл өте қымбат. Тағы бір мысал. This is my favorite book. This is my favorite book. Бұл менің сүйікті кітабым. Және ол кітап жайлы әрі қарай әңгімені жалғастырғың келсе, ол кітаптың қандай екен жайлы айтуға болады. Мысалы, it is very interesting. It is very interesting. Бұл өте қызықты. Сонымен, this is дегеніміз бір нәрсе жайлы енді айта бастағанда немесе алдыңдағы затты айтқан кезде немесе бір кісіге таныстырған кезде қолданылады. Ал it is дегеніміз дәл жаңағы айтқан затың жайлы сол туралы әрі қарай әңгіме жалғастырған кезде әрдайым it is деп қолдану арқылы сөйлем жасаймыз. Бірақ this is және it is екеуі де бұл деген мағынаны білдіреді. Тек айтқан кезде дұрыс қолдана алу керек. Сонымен достар, бүгін сендермен this is және it is'дің
қандай айырмашылықтары бар? Бірге талқыладық. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, себебі алдағы уақытта өте көптеген пайдалы сабақтар болады.